қар барысы еліміздің ұлттық символдарының бірі. Қар барысы өздері мекен ететін орталық Азия тауларының сұлу табиғатынан, қатал әлемінен сыр шертеді. атауының шығу тарихы да сан түрлі. мысалы, жетісу жерінде элебрес, алматының шығысында ибрез, түркі тілдерінде ибрез деп атаған. ибрез жіңішке денесі ұзын, қолдары қысқа, кішілеу келген аяқтары мен ұзын құйрығы көзге түсетін ерекше мүсінге ие жануар. ұзындығы құйрығымен қоса 200-230 см болып, салмағы 55 кг болады. Барыстың жүндерінде сақина тәріздес қара дақтары бар. Орталық және оңтүстік Азиядағы қар барысының таралу аймағы таулы аймақтардың шамамен 1200 кг аумағын қамтиды. қазақ ежелден барыстың батылдығына тәнті болған. тіпті дәстүрлі жыл санауымыздың 3-ші жылы да барыс жылы. қар барысы жалпы Қазақстан үшін тұңғыш президенттің Қазақстан 2030 жарлығына сәйкес ресми символға да айналып үлгерді. Еліміздің ең үлкен қалаларының бірі Алматы қаласының өзінің таңбасында барыс бейнесі бейнеленген. 1999 жылы 26 шілдеден бастап ерекше еңбегі үшін 3 дәрежелі қазақ барысы ордені де құрылды. Мысалы, 1 дәрежелі барыс орденін алғандар қатарында Шерхан Мұртаза, Сауытбек Абдрахманов, Мырзатай Жолдасбеков, Жақсылық Үшкемперов сынды тұлғалар бар. Сондай-ақ Қазақстандағы 2011 жылғы қысқы Азия ойындарының символы ретінде барыс алынған болатын. Елордада 2015 жылы Барыс Арена спорт комплексі де ашылған. 1999 жылы 26 қарашада құрылған. Елордалық хоккей командасына да ұлттық символдың құрметіне барыс атауы берілді. Қазанның 23 күні халықаралық қар барысы күні аталып өтіледі. Қар барысы өзінің саны, таралу ауқымы жағынан Қазақстанның қызыл кітабында 3-ші санатқа енген. Бұл сүйкімді мысық тұқымдастардан мүлде айырылмас үшін мемлекет тарапынан үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Біз барыстың басқа аң атаулыдан ерекше екенін тым ерте пайымдаған халықпыз. Сәрі барыс бабаларымызды адам аяғы жетпес қия шыңды мекен етіп, көзге көп шалынбайтын бекзаттығымен баураса керек. Құлама жакбарыста орғып жүріп ортайтын арқар тәулікке елік марал барыстың азығы. Керек болса кекілікпен ұлармен де қоректенеді. Ақардың кіршіксіз қарына аунап, қайтарына шуақтап, асыл шөп шалатын, таза қанды жануарларды азық қылатын, өлекседен бойын аулақ ұстайтын ақ шұбар түкті жыртқыш мысық паң әрі шалымды барыстың гносеологиялық тұрғыдағы арғы тегі біздің бабаларымыздың дүниетанымына, адамгершілік мұратына барып ұласады. Барыс сары жұмбақ жануар. Ол өзіне өзгелердің назарын еріксіз аудартады. Барынша жіті көз тігуге мәжбүр етеді. Өзінше дербес, тәкаппар, топтанып жүруді ұнатпайтын, мейлінше сақ, бірақ қорқақ емес. Барынша батыл, бірақ өзгелерге қиянат жасап, біреудің мекені мен жеміне көз алартпайтын, басқаларға жоқтан өзгеге бұлы, бозу, азу көрсетіп, тырнақ
батыруды білмейтін, бірақ өзінің есесін ешкімге де жібермейтін, айнала төңірегіндегілерді ақырып-бақырмай ақ айрықша шалымдылығымен өзін сыйлата алатын текті жануар, деді әбіш кекілбайұлы. Еліміздің ертеңіне бағдар болған бағдарлама қабылданып жатқан жылдары біз барыстың басқа аң атаулыдан ерекше екенін тым ерте пайымдаған халықпыз. Сары барыс бабаларымызды адам аяғы жетпес қия шыңды мекен етіп көзге көп шалынбайтын бекзаттығымен баураса керек. Құлама жапарыста орғып жүріп ортайтын арқар таутеке елік марал барыстың азығы керек болса кекілікпен ұлармен де қоректенеді. Асқардың кіршіксіз қарнына аунап қойтарса шуақтап асыл шөп шалатын таза қанды жануарларды азық қылатын, өлекседен бойын аулақ ұстайтын ақ шұбар, төкті жыртқыш мысық